Шымкент қаласының тұрғыны Мұрат ағамыздың мына үйде бақытты сәттер өтті. Құрылыстың қабырғасы қақырап, іргесі сөгілгелі, ағамыздың да жақыны жатқа айналып, жалғыз қалды. Отбасы бар, бірақ жұбайы жолдасымен, ал балалары әкелерімен тұрғысы жоқ. Басты себеп діни көзқарастары. Ағамыз дәстүрлі дін ислам ұстанады, ал келіншегі мен балалары Иегова куәгерлерінің шіркеуіне барады. 1998 жылдан бастап әйелім осы Иегова дінге кіріп кетіп, өзім жұмыста болам. Сутка тұрам, қайтып келем, білмеймін, бір кемпірмен келіп жүреді тұғын. Білмеймін, ол қандай дін екен кезінде. Сүйіп жүре бер, білмедім кезінде, жаңадан шыққан кезі. Қоймағаннан кейін, оқысаң оқи бер, бала-шаға тиіспе дедім. Жұмысқа барам, келем бәтер. Үйт жүр, бала-шағамды кіріп жүрді. Соның ақырында ажырасам деп, мен дінімді оқы деп айтты. Атамыз қасиетті Құранды Старожевая башняға алмастырудан бас тартып, әйелімен ажырасып тынды. Алғашында балалары әкелерімен қалып еді. Бірақ отағасының жұмыста жүрген сәтін пайдаланып, аналары қыздарын ырқына көндіріпті. Үлкен қызымды 91 жылы Жанерке деген 10 жыл болып қалды көрмегеніме. Одан кейін екінші қызымды 5-6 жыл қалды. Ең қазір өзім жалғыз өзім қалдым, үйім жоқ, жайым жоқ, жүрмін. Жалғыз қалған азамат бүтін отбасын шайқап тынған, діни бірлестіктің жұмысын тексеруді сұрап, бас прокуратураға шағым түсірді. Жалпы елімізде Иегова куәгерлерінің жұмысына тыйым салынбаған. Ал Ресейдің жоғары соты 2017 жылы бұл ұйымды экстремистік деп таныды. Свидетели Иеговы отныне вне закона. В религиозную организацию входили более 60 человек. В Урале и в Приморье прошли обыски и задержания в подпольных ячейках запрещенной секты свидетелей Иеговы. Діни бірлестіктің негізін 1876 жылы ақш-та Чарльз Рассел деген қалаған. Ішкі талап бойынша қауым бастығының бұйрығы талқыланбайды. Төбедегілерге десятина табысының 10%-ін әкеп тапсырады. Балаларын әскерге жібермейді, әнұранды орындамайды. Қатарларын адам тартуда түрлі тәсілдерді пайдаланады. Армагеддон, яғни ақыр заман орнағанда тек Иегова куәгерлері ғана аман қалады дегендерге апаратын жол көп. Бірақ қайта кері қайту қиын, өте қиын.